Сәлеметсіздер ме тағдыр сұрауы арнасының құрметті оқырмандары. Мұнда өмірден алынған шынайы әсерлі оқиғалар оқитын боламын. Егер сізге тағдыр хикаялары ұнаса, арнаға тіркеліп қоңырауша басуды ұмытпаңыз. Қалайсың жаным? Жақсы барып қайттың ба? Деп күйеуім мені есіктен күлімдей қарсы алды. Көңіл-күйім төмен болса да, мен оны білдіртпеуге тырыстым. Алғашқы жүктілігім болғасын ба, кейде шаршап, кейде өзімнен өзім жылағым келіп тұратыны бар. Бүгін де көңілім құлазып, жүрегім әлденені сезгендей шаншып, мазамды ала бергені. Мен аяқ киімді шешіп, күйеуіме қарап, езу тарттым. Бәрі жақсы. Дәрігер, папасына айтыңыз, баланы бұзық болмасын деп ескерту жасады. Мұны естіген отағасы мәз. Ішімді алақанымен сипалап, біздің бала бұзық емес, әшейін маған тартқан белсенді жігіт қой деп қолымнан ұстап, ас үйге қарай жүрді. Үйде қонақ бар. Дастархан басына отырып, біраз нәрсені талқылап тастадық. Жүр, мен сені таныстырайын деді. Мен ас үйдің табалдырығын аттай беріп, талып қалуға шақ қалдым. Үстел басына жайғасқан қонақ маған жат адам емес еді. Өмірімде енді оны жолықтырмаймын деп ойлайтынмын. Қонақтың да түрі бірден өзгерді. Сірә, оны да мені көретін жоспарында болмаса керек. Танысып қойыңыз, Жәке. Зарина келініңіз осы кісі. Жомарт, менің көмекшім. Менің бизнес жолындағы алғашқы демеушім, қолдаушым. Жалғас Маратұлының кенжесі. Енді менімен бірге жұмыс атқарады, деп отағасы біздің кейпімізді аңдымай, бір-бірімізді таныстырып әлек. Таныстық ишаратын жасап, қолын созса да, Жомарт орнынан тұрмады. Енді ғана байқадым. Ол үстелде болай қойған орындықта емес, мүгедектер арналған креслода отыр екен. Жүрегім бір түрлі шаншып кетті. Мен жауап ретінде басымды изеп, киімімді ауыстырып келейін деп ас үйден шығып кеттім. Көз алдым бұлдырлап барады. Шағын дәліз ұзақ болып, мен жатын бөлмеге әрең жеттім. Біліп болмайтын жұмбағын көп. Тағдыр неткен сұм едің. Бір болуды жазбапсың, не үшін жолықтырдың? Сенсіз өмір, менсіз екенін түсіндім жаным. Маған мәңгі жар болуға келсесің бе, деп әдемі сақинасын, бар қобдишасын ұсынған Жомарт күлімдей қарады. Әрине, оған жар болу арманым еді. Бірақ бір жағынан кешқұрым саябақта машина ішінде мұндай ұсыныс жасайды деп ойламағандықтан сасып қалсам да, қуанышымды жасыра алмай, басымды шұқи бердім. Әрине келсемін. Ол мені құшақтай алды. Мен ертең ата-анама жетіп, саған құда түсірмекпін. Сосын сені өзіммен бірге Алматыға алып келемін. Деп ол ұзақ мені сүйді. Сол кеш
өмірімдегі ерекше кештердің бірі болатын. Жомарт алматылық жігіт еді. Екеуміздің таныстығымыз да қызық. Вокзалда Алматы астанасы пойызын күтіп отырғанда танысайық деп жанымнан айналшықтап кетпей қойған еді. Одан кейін жол серіктермен келісіп пойызға отырып алыпты. Біз таныс қыз үшін осынша әбігерге түскен жігіттің әрекеттері тұрпайы көрінгенмен, сол таныстық үлкен махаббатқа ұласқан болатын. Ол Алматыдан әдейілеп апта сайынғы демалыстарында көлігімен Астанаға келіп тұратын. Шаршайсың ғой, қойшы, осы апта келмей қойсаңшы деген кездерінде сен мені сағынбайсың ба? Деп жас балаша ренжіп қалатын. Сонымен ол Алматыға жүріп кетті. Оның хабарын тағатсыздана күтіп мен қалдым. Бірақ ол хабарласпады. Шыдамым таусылып телефон шалып едім. Абонент байланыс аясынан тыс жерде деген басқа жауап алмадым. Бірақ арада бір ай өтсе де Жомартымның хабар ала алмадым. Тәуекелге бел будым. Алматыға өзім аттандым. Бір-бірімізді бір жылдан бері білсек те, ата-анасын, достарын танымағаныма өкіндім. Үйінің мекен жайын арадағы әңгімелеріміз арқылы білетін едім. Ұшақтан түскен бетте тұспалап сол жерге бардым. Жомарттың тұрмысы жақсы, бай қуатты жанұяның перзенті болатын. Дарбаза алдында мені күзетші күтіп алды. Келген жайымды, аты жөнімді сұрап алғаннан кейін күте тұрыңыз деп өзі ішке хабар берді. Жарты сағаттай уақыт өткен соң күтуші әйел келіп, соңымнан ер деген ишарамен мені үйге кіргізді де өзі қайта шығып кетті. Екі қабатты үлкен үйдің кіреберіс дәлізінің ортасында аппақ диван қойылған екен. Мен зарығып күтіп жүрген Жомарт сонда отыр. Осыдан бір ай бұрын ғана бәрінен де ыстық, жаныма жақын жанның бүгін де түсі суық. Мені көріп, ол қабағын түйді. Мен әрі қарай аттай алмай орнымда тұрып қалдым. Айта бер, деді ол, бейне күнде көріп жүрген адамдай. Аузыма сөз түспей, мен ұзақ тұрып қалдым. Үнсіздікті Жомарттың өзі бұзды. Перизат, сен мені текке іздеп келдің. Хабарласқым келсе, өзіме хабарласар едім. Яғни зауқым соқпаған. Уақытыңды босқа кетірудің қажеті жоқ. Енді көңілімде, жүрегімде орын алған үміт пен үрей аралас, сол бір сезімді сөзбен жеткізу тіпті қиын болатын. Аман есен көргеніме бір қуансам, мына сөзіне, әрекетіне ызаландым. Мен не дерімді білмей, оң қолымдағы сақинаны шешіп, жанына бардым да, диван алдында тұрған кішкентай үстелдің үстіне қойып,
бар болғаны мынаның қажеті қанша еді дедім. Ол күлді. Бұрын оның күлкісі маған ұнайтын еді. Бірақ мынау орынсыз күлкі бетіме түкіргенмен бірдей көрінді. Мен айныдым. Қателік жасаппын. Деп ол мырс етті. Бәрі айтарың осы болса, қалема сені шығарып салсын, деді. Ол бұрынғысынан да суық қалпында. Қажеті жоқ, өзім кете беремін, деп кілт бұрылып, артыма қарамай шығып кеттім. Ол да орнынан тұрмады, қош та демеді. Мен құсалықпен күн кешіп, ұзақ қайғырдым. Кейде екеуміздің кездескен күнімізге лағнет айтқан кездерім болды. Кейіннен Медетті кездестірдім. Мен оны жомартты сүйгендей сүйе алмадым. Бірақ ол мені құлай сүйетін еді. Екеуміз шаңырақ көтердік. Бұйырса, 2 айдан соң тұңғышымыз өмірге келмек. Бақытты едік. Тағдыр тағы оны не үшін жолықтырды? Мен көзімнің жасын сүртіп, төсектің шетіне енді отырған едім. Бөлмеге Медет кірді. Жаным, саған не болды? Деп мені ол құшақтай алды. Ештеме, әшейін, көңілім біртүрлі құлазып тұрғаны, деп мен күйеуімді қатты құшақтадым. Мен оның шексіз махаббаты үшін құрметтейтін едім. Айтпашы, қонағың қайда? Дедім. Жомарт па? Асығыс істер шығып қалып, сомен кетті. Негізі ол өте жақсы жігіт, деп жолдасым арқама көрпені жапты. Жақсы? Иә, өте тамаша жігіт. Әкесі де алтын адам. Кейін таныстырамын ғой, деді де күйеуі менің жаныма отырды. Қолымды алды. Бұл жігіттің де кешпегені жоқ. Осыдан бірнеше жыл бұрын бір қызға қатты ғашық болған екен. Айтпақшы, сенің жерлесің астаналық. Сөйтіп екеуі үйленбекші болды. Күйеуім маған таныс әңгімені бастай жөнелді. Жаңағы қызға сақинасын сыйлап, құда түсемін деп кеткен кезінде бұл бейбақ жол апатына ұрынды. Содан осылай 2 аяқтан қалды, деп Медет бір тоқтады. Жүрегім зу ете қалды. Басында басты кейіпкер мен ұқсаған әңгіме енді мен білетін арнаға бұрылған тәрізді. Ал қыз ше? Дедім, мен жолдасымның көзіне тіке қарай алмай. Қызда әрине кінә жоқ. Ол сорлы бұны астанадан іздеп келсе, бірақ бұл қыздың тағдырын байлағысы келмей, мүгедек екенін білдіртпей, ебін тауып, қызды қуып шыққан көрінеді. Тамағыма бірдеңе келіп, тіркеліп қалғандай болды. Көзімнен аққан жасты жолдасыма түсіндіре алмасымды біліп, мен оның құшағына тығылдым. Жаным сол. Көңілің онсыз да құлазып тұрғанда бекер айттым ғой саған. Уайымдамашы. Жақында сол қыздың тұрмыс құрып кеткенін естіп, бұл да ес жинаған көрінеді. Әйтеуір, сол қызы бақытты болып кетсе,
мен де өмірде өз-өзіме кінә артпай жалғаса беремін деп шешіпті. Содан міне жұмысқа тұрды. Мен де оған барынша көмектесуге тырысамын деп ол алақанымен менің көзімнің жасын сүртті. Сен одан да айтшы, дәрігер біздің балапан туралы тағы не айтты? Мен үндей алмадым. Өйткені енді ештеңе айта алмастай күйге түскен едім. Құрметті оқырман, видео соңында арнаға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар.